сразу табиғи жемшөп. Анандай қойғанда да мысалға ешкімде зияны жоқ та. Және бұл орда құрам темірге мал қойып жеген ешқандай адамға зияны жоқ. Себебі ешқандай протеин, ешқандай таблетка. Ана мынау қазір көбісі солай ойлайды. Нелегальный андай витаминдер бермейміз ғой. Бұлар жалғыз. Таза жемшөппен ғана семіреді ғой. Достар, міне қазір осы процестің бәрін біткеннен кейін қолға қойылған малдардың салмағын тез әрі артық шығынсыз қалай арттыруға болады? Құрамында малдың ағзасына қажетті кальций, магний, фосфор, күкірт, натрий, калий, мырыш, марганец, темір, мыс, кобальт, йод, кремний, азықтық пентониттен бөлек арнайы өсірілген пайдалы бактериялар бар. Пентабак өнімін қолдансаңыз, мал тез семіріп, бордақылау мерзімі азайып, еттің тауарлық сапасы артады. Нәтижесінде жем-шөпке кететін шығынды үнемдейсіз. Біздің өнімнің құрамында гормондар, антибиотиктер және ГМО сияқты химиялық консерванттардың кездеспейтініне 100% кепілдік береміз. Барлық өнімдер өндірістің әрбір кезеңінде мұқият бақылаудан өтеді. Ал оның құндылығы ғылыми зерттеулермен расталады. Біздің мақсатымыз сізге пайда тигізу. Достар, міне қазіргі процестің бәрін біткеннен кейін бұйырса маяның түбіне барып сұхбат жасаймыз. Қосымша тағы да сұрақтар бар. Аяғына дейін көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар, лайк басып тіркеліп, жақсы пікірлеріңізден қалдырып кетіңіздер. От души көп рахмет. Одан кейін достар, мынау қора жақсы болу керек. Қора жылы болу керек. Жақсы семіру үшін. Ал? Жабық болу керек екен. Жарық? Күн сәулесі түсіп тұру керек. Яғни бұл жерде сөзіңіздің жаны бар. Күн сәулесінен жануарлар Д витамин алады. Д витамин алса жақсы күннен жарық болған. Сол үшін міне мынау күн мына жақтан шығады, күнгей тарапқа салынған қора. Қора күнгей тарапқа салынған. Көрдіңіздер ме? Қораның үстінен міне пеноплекс. Пеноплекс суықты өткізбейді, жібермейді. Содан пар болып буланып, мына терезеден шығады пардың бәрі. Міне және де мына жақта жылқы байланып тұрған. Бұл соғым байланып тұрған жылқы. Қазақтар біз жылқы ғана жейміз ғой. Ассаламағалейкум, құрметті достар, бармысыздар, армысыздар. Бүгін бізде өте бір жақсы сұхбат әңгіме болайын деп тұр. Бүгін бізде қонақта, жоқ әлде мен қонақта, Заңғар мырзаның үйінде. Міне, Заңғар, братан, Заңғар менің туған ағамдай болып кеткен ағам болып келеді. Танысып қойыңыздар. Өзіңіз арғатай Заңғар аға таныстырып жіберіңіз өзіңізді. Есімім Заңғар. Негізі биылға осы видео сұхбат жасауға өз-өзім таныстыруға сәл көпшіліктің алдында қысылып отырмын. Негізі былтыр түсейік деп ойлағанбыз, оған бірақ ыңғай келмей қалды. Биылға бұйырды. Жарайды, мен былтыр нәсіп болмаған шығар, биыл нәсіп болып тұр ғой. Есімім Заңғар болады. Жасым 32-демін. Қысқаша солай болып тұр. Енді танысып алдым. Мамандығым биоорганикалық заттардың химиялық технологиясы. Яғни химияның әңгімелері. Химияның әңгімелері. Жақсы. Осы химияны пайдаланып болашақта газ өндіріп бұйырса. Метанды. Алла берсе. Енді сол жаңағы өткен жұмыстарыңыздан арғартай жалғастырмадыңыз ба? Неге ауылға келдіңіз? Қалада тіршілік ете беруге болар еді, мысалы басқа кісілердің түсінігі бойынша. Енді басқа кісілердің көзқарасымен, басқа кісілердің түсінігімен болар еді. Осыған дейін мысалға әртүрлі мамандықтарда жұмыс жасадық.
кей жерлерде құрылыста разнорабочий болған күндеріміз болды. Белгілі бір кісілердің жүргізушісі ретінде жұмыс жасаған кездеріміз болды. Қалай дегенмен мейлі кімге жұмыс жасасаң да әйтеуір екі қолға бір күрек. Адал еңбекпен ақша табуға болады деген. Мына жақта үлкен кісілерім, Құдайға шүкір, әке-шешем бар. Сол кісілерге осыған дейін бағып қағып, оқытып тоқытып, ішкізіп жегізіп киіндірді, қызмет жасады, өсірді. Енді дүние алма кезек ол кісілерге қызмет ету мүмкіндігі бізге келіп тұрды, бізге келіп. Құрметті жас көрермендер болсаңыздар, осыны есте тұтаңыздар. Ертең күні арғы жақта атаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Мен ол кісілерді өзімменен алып кететін. Мысалға, мен жұмысым әртүрлі жерде. Әртүрлі жерлерге ол кісілерді мен өзіммен сүйреп алып жүре алмаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Мысалға, бейтаныс жерлерге апарып, ол кісілерді тұрғыза алмаймын. Мен мысалға, Атырауда бір кісілердің жүргізушісі болып жұмыс жасадым. Атырауға апарып, енді өзімен бірге әкетіп, ол кісілерге ол жақта өмір сүру қиын болады. Мысалға, ауылда мен жасамасам осы жұмысты сол кісілер жасайды. Әке-шешем жасайды осы жұмысты. Енді осы уақытқа дейін бейнет, енді бала-шағам өсті, бала-шағам қызығын көрейін, енді зейнеттің қызығын көрейін деп атқан кезде, тағы да сол бұрынғы жасап атқан жұмыстарын қайталап жасай берсе, мен де сыртта жүріп бір кәдімгі өзімді керемет бір сезімде боламайды екен. Айналып келдім, соның бүкіл бәрін тастадым. Үйленіп бала шағалы болғасын, бір жағынан жұбайым, әйелім де осы ауылдың мектеп қабырғасында бастауыш сынып жетекшісі мұғалімі болып жұмыс жасайды. Сондықтан осы жақтан бір мүмкіндіктер іздеп көрдім. Жұмыстар жасау ыңғайы қалай келеді екен деп. Ата кәсіп, малмен айналысып жатырмыз, Құдайға шүкір, табысы да бар. Жақсы. Еңбегімізге қартай, енді Алланың берген берекеті бар, шүкір. Енді Құдай берген балаларыңыз? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Үлкені қыз, екінші, үшіншісі ол. Азамат болсын, үлкен. Енді осы тағы да бір келесі сұраққа кезекті берейік. Бордақы жұмысында енді осы неліктен бұқа бордақылауды таңдадыңыз? Басқа жылқы емес, қой емес дегендей. Өйткені осы именно бұқаны бордақылауды кішкене сонымен айналысып жүрген алдымыздағы аға буын кісілері бар еді. Сол кісілерден кішкене жиған тәжірибелердің арқасында осы бұқаны бордақылау қолымнан келіп тұрды. Қазақта сөз бар ғой, үйренген жау атысқанға жақсы дегендей. Сондай болып тұр ғой. Мәселе жауда емес. Мәселе ол теңеудің де жолы бар да, мысалғашы. Ол маған ешқандай да жау емес. Мен мысалға әркім үйренген кәсібін жасаса, одан нәтиже болады. Яғни, егер адам өзінің ісінде профессионал түрде, одан кейін өзінің бір жақсы бір кішкене болсын, ұнау болса, ол бейтаныс жұмысты жасап, оның қыр-сырын меңгеріп, оның бір арнасына түсуге уақыт керек. Сондықтан осының енді шет жағасын көріп жүрміз. Енді мал бағып өскен қазақтың баласымыз ғой. Енді ата кәсіп, бұдан ешқандай қысылмаймын, ешқандай ұялмаймын. Мысалға, көп жерлерде сұрайды, жоғары білімің бар, военный билетің бар. Мендегі болып жатқан әңгіме тоже. Сондай, мысалға, енді университет қабырғасында жүрген кезде кішкене спортпен айналысты. Бокстан біраз дәрежеге жеттіңіз, өзім білемін. Солардың бәрін ешқандай керексіз болды ма, еш пайданға асырмай, не үшін соның бәрін сандыққа салып қойып, малмен айналысып жатсын дейді. Оның себебі көп.
әркімнің көзқарасы әртүрлі енді. Мен енді таңдап жатқан жолым осы. Бір жағынан әке-шешем ең бастысы, ең маңыздысы бұл жерде әке-шешеме қызмет ету. Сол кісілердің жағдайын жасау. Әке-шешем де қазір қолдары ұзарып, шүкір жақсы келіні бар қолында. Сол келіндердің жасап берген шай тамағын ішіп, кішкентай анау немерелердің қызығына тоймай, солардың жағдайын жасап, ары-бері шауып жүр. Ол кісілердің жағдайын Алла бұйыртса, Сізге де немере көріп нәсіп етсін. денім сау болатын болса, Алла қаласа, шамам келгенше сол әке-шешем жағдайын жасайды. Кішкене жақындата тастайық. Ал енді жаңағы өзі сөзіңіз аузыңызда бокспен айналыстым дедіңіз. Сол бокс енді қазақтардың ең жақсы көретін сүйікті спорты деп айтуға болады. Осы бокстан қандай бір жетістіктерге жеттіңіз? Енді әр қазақ ауылдың баласы негізі мейлі қайда жүрсін, әйтеуір намысын бермейді. О жерде төбелесіп нетіп жатса, жерге жығылып жатса, берілу дегенді білмейді. Мен сол о заманда енді 2008 жылы оқуға түскен кезде енді негізгі мақсат бұл жерде орынды қорғану, өз-өзімізді қорғау мақсатында үйренгенбіз. Содан кейін ары қаратай кішкене жақсы көріп, ар жағынан кішкене спорт ретінде қабылдап, бір жағынан кішкентай ғана жетістіктері болды. Соны кішкене қызығып, соның артынан қуаладық. Шыны керек, ол заманда да енді жағдайларға байланысты соңына дейін жете алмай қалдық. Өйткені ол жерде қолымыз қысқа болды. Ары қаратай жаттығулар жасап, тренировка істеп, жарыстарға шығуға әрекет жасай берейік десек, бір жағынан студентпіз. 2 күн тренировка істесек, 1 күн жұмыс жасау керек болады. Содан кейін бірде аш, бірде тоқ нәтиже шығарамадым, шынын айтқанда. Бірақ өзім үшін енді жасадым. Әлі күнге дейін өзім үшін жасап тұрам. Салауатты өмір салты ретінде қабылдаймын оны. Енді Боқаға қаратай оралсақ, осы қазір енді мен де көп байқап жүрем. Көп кісілер осы Боқамен айналысады. Бұрын мысалға өгіз байлайтын еді. Қазір неге Боқаға ауысып кетті? Неге өгіз емес? Неге Боқа осының бір себебін түсіндіріңізші? Енді өгіз бен Боқаның айырмашылықтары, біреуі енді таза еркек, біреуі піштірілген. Біреуі піштірілген. Өгіз дегеніміз піштірілген, қысылған малды айтамыз. Ол енді белгілі бір органдары керек болғандықтан, оның енді еттерінің сапасына байланысты өгіз бен ет қандай айырмашылық бар? Бұқаның да етін айырмашылығы болады. Өйткені өгіз ол тек қана сиыр сияқты болады. Сиыр, ұрғашы мал ретінде сатылады еті. Бұқаның еті бөлек бағада сатылады. Бағада разница бар. Одан кейін етте қандай айырмашылық бар? Мысалға енді май жағы, ет, қара кесек дегендей. Енді бұқаның еті қалай дегенмен ол энергиясы бойында сақталғандықтан оның бағасы қымбат болады. Бар энергиясын қысып тастағаннан кейін ол жинайтын жер жоқ. Иә. Одан өгіздігі кішкене біраз май көбірек болады. Солай. Ал енді бұқада қара кесегі көп, май аздау болады. Ет тығыз болады. Тығыз. Қара кесек мол. Яғни қазір мен ойымша қаладағы халықтың сұрауы осылай болып кеткен сияқты. Иә. Өйткені қаладағы кісілер, енді қаладан көріп отқан көрермендер болсаңыздар, май көп аса қолданыста жоқ. Яғни майлы еттерді көп жемейді екен. Қара кесек ет жейді көбіне. Содан кейін де сұраныс қалай, ұсыныс солай болады деген осы шығар. Иә. Енді бұл қазіргі уақытта жалпы 0-ден бастап жаңағы бұқаны сатылымға дейін қанша уақыт тұру керек? Қанша ай байлану керек? Етке дайындалып сатылу үшін. Ол енді шаман келіп жатса, мүмкіндіктерің болып жатса, ол мүмкіндік деген кезде біріншіден сенің жинаған шөп жемге байланысты, одан кейін
қалтаңдағы қаражатыңа байланысты 1 жылға дейін ұстасаң да бола береді. 1 жылға дейін ұстасаң. Ал енді сіз үшін қазір сіз қанша ұстайсыз? Мен 4 ай 5 ай ұстаймын. 4 ай 5 ай. Иә, 4 ай 5 ай ұстаймын. 4 ай 5 ай. 4-5 айдың арасында болады. Түсіндім. Бірақ 4 айдан аз болмайды ғой. Яғни бір 4 айға кірген кезде қанша бұқа кіреді мына қораға? 30 бұқа кіреді. 30 бұқа кіреді. Иә. 30 бұқа бір сезонда. Енді сіз енді қазіргі жоспар бойынша тағы да екінші кіргізесіз, мынау қазір бірінші поток бұларда қаланып жатқан. Иә, бірінші поток бұл бұйыртса осы декабрьдің 10-15-тері аралығында Кетеді. кетеді, сойысқа. Одан жаңадан одан кейін қайтадан. Ол кезде март-апрельге баратын шығар. Ол енді майға дейін бар. Майдың басында. Майға дейін құрту керек. Иә. Одан кейінгі жоспарлар одан кейін орындалады бұйыртса. Биылғы енді жұт деп жатыр көп кісілер. Жұт болды енді, көппен көрген ол той демекші. Осы жұт жағдайында жем шөпті қандай баға қалдыңыз? Жем шөп жағдайы қалай болды жалпы биыл? Енді айдалада, жапан далада жалғыз жүріп қиналып жүрген жалғыз мен емеспін. Иә. Бұл енді шынымен бір машақат болды, бір қиыншылық болды халыққа. Халықтың бір басына келген үлкен бір жағдай болды. Шөпті көбінесе мынау жан-жақтан сатып аламыз. Ал жемді түгелдей өзімізде жекеменшік суармалы жер жоқ. Сондықтан шөпті де жемді де бәрін сатып аламыз. Енді мына мысалы астымыздағы бір түк қаншаға келді биылға? Биылға бір түктің өзі дәл осы жерге келу 1300 теңге болды. Жаздың кезінде. Ал жеміңіз? Жем, ең арзан жем бізде килограммы 110 теңгеден. 110 теңге. 110 теңге. Ең арзан жем. Ал егер оның сапалысын алам десең 130-150 кете береді. Иә, мысалға ең арзан жем қалада 100 теңге. Қалада кебек мысалға. Кебек 100 теңге, оның жолақысы бар. Бүйтіп 10 теңге қосылады, осы жерге келген кезде 110 теңге болады. Жақсы. Одан кейін мысалға жүгері 115 теңге. Ол келеді 10 теңге тағы үстіне жолға 10 теңге қосылады жолға. Сонымен килограммы 125 теңге болады осы жерге. Енді осы жер дегеніміз біздің қазір отырған Қапал ауылы. Қапал ауылы кезінде Қапал